Сондықтан қазір түскі асымды ішемін. Бүгінгі видео бізде 24 сағат челлендж болады. Қазір осындай бір пирожки аламын. Бүгін мен бір күн, яғни 24 сағат 1000 теңгеге өмір сүретін боламын. Міне менің барлық алған тағамдарым. Яғни осыларды мен қазір ашамын. Себебі ол 89 теңге. Және де мен қазір өзімнің кешкі асымды ішетін боламын. Бұл менің бүгінгі 1000 теңгем. Себебі ол 85 теңге. Сәлем достар, сіздермен бірге Рукамикс. Менің арнама видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде 24 сағат челлендж болады. Бүгін мен бір күн, яғни 24 сағат 1000 теңгеге өмір сүретін боламын. Менің еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге өте оңай подписаться деген батырманы баса саласыздар. Сонымен мені қатты қуантасыздар. Ендеше видеомызды бастайық. Бұл менің бүгінгі 1000 теңгем. Міне достар, мен осы тәттіні алатын болдым. Себебі ол 99 теңге. Сонымен қатар ішуге мен мынадай сусын алдым. Ол 165 теңге. Және де достар, мен қазір 150-ден бір самса аламын. 150-ден бір самса аламын. Қазір осындай бір пирожки аламын. Және достар, сонымен қатар мынадай биг ланч аламын. Себебі ол 89 теңге. Және достар, осындай хрум аламын. Себебі ол 85 теңге. Және де мынадай печенье аламын. Ол 59 теңге. Мен міне осынша зат алдым. Бірақ та достар, ол 1000 теңге болған жоқ. Ол 880 теңге болды. Сондықтан менде әлі де артық қалған 120 теңгем бар. Қазір тағы да бір рет супермаркетке кіріп, 120 теңгеге тағам алып шығам. Сол кезде тура 1000 теңге болады. Достар, мен осындай Kinder Maxi аламын. Себебі ол 115 теңге. Аламыз. Достар, мынау менің 1000 теңгеге сатып алған заттарым. Бұлардың барлығын мен бір күнге жеткізу керекпін. Айтып өтейін, ол жақта 877 және 115 теңге шықты. Және де екеуін қосқанда 992 шығады. Сондықтан менде 8 теңге сдача қалды. Иә, достар, сдача. Ал сіздерге енді не сатып алғанымды көрсетейін. Бірінші осындай самса, келесі Big Lunch, Fusi, Kinder Maxi, Хрум, мынадай печенье, тағы да бір тәтті, және де Oreo, және пирожки, 65 теңгелік. Міне менің барлық алған тағамдарым. Достар, қазір таң уақыты болған соң мен өзімнің таңғы асымды ішемін. Таңғы асқа көп тамақ жемей-ақ қояйын. Мынадай Kinder Maxi-ді ашайын, және де Fusi-ді ашып ішейін. Бірақ та достар, айтып өтемін, мен қазір Fusi-ді тауыспаймын. Себебі бұл Fusi-ді мен бір күнге жеткізуім керек. Мен тағы да басқа сусын сатып ала алмаймын. Себебі өзімнің барлық 1000 теңгемді мен кетірдім. Яғни осыларды мен қазір ашамын. Менің ойымша, мен оны тез тауысып тастаймын. Себебі мен мынадай ішіп қойдым. Киндерді ашамыз. Мен қазір осы киндерді жейтін боламын. Болды достар, мен тамақтанып алдым. Яғни таңғы асымды ішіп алдым. Әзірше жетеді. Қазір түскі аста көбірек тамақ жейтін боламыз. Достар, қазір түс уақыты болды. Біз сауда орталығының ішін аралап, қыдырып келдік. Сағат 3:30.
Және де менің қарным қатты ашып қалды. Сондықтан қазір түскі асымды ішем. Чипсы хрум, әрине таңғы аста ішкен фьюси, және де самса. Мынау менің түскі асым. Сіздерге де ас болсын. Қазір осы хрумды жеймін. Міне достар, хрум. Достар, сіздер менің еңбегімді бағалап, міндетті түрде лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздер үшін осындай челлендждер көп түсіруге тырысып жатырмын. Сабақтан уақытым болмай жүрсе де тырысып түсіріп жүрмін. Сондықтан арнаға тіркеліңіздер. Себебі арнамда 160 мың тіркелуші болғанда 24 сағат ваннада деген өте қызықты видео шығады. Мен сіздерді жақсы көремін. 160 мың тіркелушіге дейін сол видеоны монтаждап қоямын. Ал 200 мың тіркелушіде менің арнамда өте қиын вызов принят деген видео болады. Сондықтан арнаға тіркелеміз. Және де өте қиын тапсырмаларды комментарияға жазып дайындай береміз. Достар, міне мен үйге келдім. Қазір сағат 7:30 болды. Және де мен қазір өзімнің кешкі асымды ішетін боламын. Мынау менің кешкі асқа қалған тамақтарым. Кешкі асқа қалған тағамдар мынадай құлпынай мен тәтті, фьюси чайдың кішкенесі, орео, пирожки, мынадай печенье, және де тойымды биг ланч. Осыларды қазір кешкі асқа жейтін боламын. Бірінші әрине лапша биг ланчтан бастайық. Қазір осыны дайындап алып келем. Міне мен лапша дайындап алып келдім. Және де мен қазір осыны жейтін боламын. Достар, мен лапшаны тауысып болдым. Енді әрине тойып қалдым. Сондықтан мен қазір пирожкиді және де қалған тәттілерді жейтін боламын. Мынадай жалпы пирожки. Енді менде 3 тәтті қалды. Негізі мен тойып қалдым, шынымды айтайын. Бірақ та сіздер үшін мыналардың дәмін татып көрейін. Ореодан біреу жейін, мына печеньенің бір кішкентай бөлігін жейін, және де мына тәттінің де кішкене бөлігін жейін. Бірінші орео. Қазір ореоны жеймін. Келесі мына печеньенің дәмін көрейік. Бұл жақта екеу бар екен. Екі осындай печенье бар екен. Міне осындай екеу бар екен. Бірақ та мен жаңа айтып өттім, қатты тойып қалдым. Сондықтан біреуінің жартысын жейін. Шынымды айтамын, бұл печенье өте дәмді. Жалпы маған қатты ұнады. Ал енді соңғы мынадай тәтті, ол құлпынайдың дәмімен. Үшінші тәтті де өте дәмді болды. Маған барлық тағамдар қатты ұнады. Мен бүгін 24 сағат 1000 теңгеге өмір сүрдім. Сондықтан міндетті түрде менің еңбегімді бағалаңыздар. Арнама тіркеліп кетіңіздер. Астында қызыл түсті подписаться деген батырма болады. Міндетті түрде арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздер үшін қызықты видеолар түсіруге тырысамын. Артымнан қандай видео қалайсыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.